Қайырлы күн. Біз бүгін екінші сабақта бастайық деп отырмыз. Бұл көнін толқыны кейіннен екінші сабағы. Өткен сабақта сіз кіріспені бірінші бөлімде, екінші бөлімде үйрендіңіз. Дұрыс үйрендіңіз деген үміттемін. Енді үшінші бөлімде үйренеміз. Өздеріңіз экранда көріп тұрғаныңыздай, үшінші бөлім бұл тек бір шекпен ғана жүреді, үстіңгі шек. Мен әдейі тек бір жолдан ғана жаздым. Яғни үстіңгі шек қана жүреді. Үстіңгі шек. Сонда мысалы бірінші былай бір шекпен ойнап көріңіз, жай ғана. Үстіңгі шекпен ғана. Бір жаттығу ретінде. Біз білеміз, көн толқын тек соқ-соқпен ғана ойнаймыз. Оқой былай ғана. Үстіңгі шек қана. Мына бізде астыңғы шек менікі. Үстіңгі шек. Төмен жоғарыда ойнап көріңіз. Кеттік. Үшінші бөлімді бастаймыз. 5, 4, 5, 8 деп тұр. Яғни деп ойнайын. Яғни 5 болады. Үстіңгі шек тағы қайталап айтам. Төмен ілеміз. Ілгенде бізде аста қарай тарсақ болады. Бұлай сыртқа қарай тартсақ болады. Қалай ыңғайлы. Ең бастысы соқ-соқпен бастаймыз. Бұл бөлімде неғұрлым мына екі соқсақты ғана пайдаланыңыз. Бұл ыңғайлы болады. Қазір көрсетемін. Соқ-соқ басып тұрамыз. Мынаны бірақ мен сияқты сіздер тығып қоймаңыздар. Мен сіздерге ыңғайлы көрінішін ғана әдейі өсіп ұстап тұрмын. Бұлай болу керек. Білесіздер, барлық жинақы болу керек. Төмен ілеміз. 5, екінші 5, үшінші 5, төмен енді ортаңғы соқпен 8 басамыз. Яғни бұлай болса ыңғайлы болады. Үстіңгі шек. Енді 7, 10. Екінші сөйлем. 7, 10, арғары 8. 12. Яғни бұлай болсын да. Енді 10, 12. Соңғы сөйлем 8. Деп алсаңыздар болады. Тағы бір өтініп берейін. Соқ-соқсақ. Деп аласыздар. Қайттан кіріспе. Кіріспе неше рет? Кіріспе 2 рет. Осымен үшінші бөлім бітті. Аяқталды. Асықпай бірлеп видеоны тоқтатып көріп алыңыз. Өткені бұл өтте бір оңай сияқты көрінгенімен өзінің қиындығы бар бөлім. Міндетті түрде ойнаңыз. Сұрақтарыңыз болса жазып отырыңыздар. Ары қарай кеттік. Төртінші бөлім. Төртінші бөлім 8-8. Бағанағы екінші бөлімнен екінші сөйлемін еске түсіріңіз. 8-8. Олай, енді екінші бөлімнен екінші 8-8-ден басылатын. Тура сондай болады. 2 рет ойнаймыз. Ары қарай 10 болып басамыз. Дәл сол принцип, тек 10-дан басамыз. 12 үсті. Осылай бұл тек бір рет қана орындалады. Төртінші бөлімнің алғашқы жартысы бір жеңіл болуы мүмкін. Міндетті түрде өзіңізге жазып алыңыз. Енді бір қиындау жері басталды. Төртінші бөлімнен. Төртінші бөлім әлі. Қараңыздар. 0. Бұлай. Тұр. Дуга дейді орысша. 12 тұр. 12, 12, 10.
Бұл бір шекте ғана болады. Яғни басасыз. 12-сіз 0-ды астыңғы шек бір шекпен. Енді 12-ге былай дуга тұр, соны басау. Ол былай ғана дыбыссыз алу. Егер көрсеңіз, төмен қағыс тұр, дуга тұр, келесі 12-де жоғары тұр. Бұны сіз мына саусақпен, не болса мына саусақпен алуларыңызға болады. Яғни тағы бір айтайын, төмен 12-ні басамыз. Яғни дыбыссыз алу белгісі деп айтуға болады. Жоғары, төмен, 10 жоғары. Сонда одан кейін 7-ні басамыз. Астында тұр, 7 өтер астыңғы шек. Көрдіңіз ғой? 7 өтер жоғары, төмен 7, енді 10 тұр. Сызықтың астында тұр, мен сіздерге көп жазбайын, нақты ғана барын көрсеттім. 10 үстіңгі шек міне. Яғни сонда бұл былай шығу керек. Осы жерде бір жіберетін бір қателік бар. Көбі лига деп айтады. Музыка тілінде лиганы ұстамайды. Деп сіздерге әдейі ойнап отырмын. Яғни сонда былай болады. Көбінің қателігі деп алып кетеді. Төмен, жоғары деп алып кетеді. Бұл ертең музыкалық бір раққа сәйкес келмей қалады. Сондықтан төмен басамыз, жоғары, төмен, 10. Көрдіңіз ғой? Енді 7. Бұны екі рет ойнаймыз. Көрдіңіздер, міндетті түрде екі рет ойнаймыз. Осындай. Одан кейін сызықтың астында тұр, яғни үстіңгі шек. 7. Бағанағы үшінші бөлімдегідей принцип. 7. 10. 8, 4, 8, 7. Сонда үшінші бөлім принцип и кіріспе екі рет. Осы тағы бір ойнап берейін. Оригиналда қалай шығу керек екен. Құрметті домбыра үйренуші, біз 3-ші және 4-ші бөлімді үйрендік. Бір ойнап берейін сіздерге. 3-ші бөлім. Міндетті бірінші кіріспе болады. Әрдайым кіріспе екі ретмен. 3-ші бөлім. Домбыра үйренуші, мен сабақ барысында айтқан саусақтарды ұстансаңыз, яғни сөйтіп ойнаса да өзіңізге ыңғайлы болады. Бірақ дегенмен өзіңізге
ыңғайлы бір әдіс тапсаңыз тағы да өзіңізге ыңғайлы. Енді әр адамның физиологиясы әртүрлі ғой, өзінің ыңғайы деген сияқты. Олай да болады. Бірақ өткен сабақта айттым, осы сабақта да айтайын. Әр мысалы сөйлем деп сіз мүмкін ойнаған шығарсыз басында. Енді барлығын қосуға тырысыңыз. Емес, пауза болмау керек бірден. Көрдіңіздер ме осылай? Пауза болмау керек. Төртінші бөлім. Деп тұрып қалмаймыз. Бірден. Осылай. Көрдіңіздер ме? Осылай жалғаса беру керек. Бұның сіз дұрыс ойнап отырсыз ба, қате ойнап отырсыз ба екенін білуіңіз үшін екі әдіс бар. Бірінші, өзіңізді видео түсіресіз, не болмаса диктофонға жаза саласыз. Сөйтіп өзіңізді тыңдаңыз. Және міндетті түрде осы берілген үй тапсырмасын барлығын дұрыс шығарып, маған көрсетіңіздер. Осымен екінші сабақ аяқталды.